Салем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай ерекше түстері де ерекше дастарханның көркін ашатын керемет печенье жасауды үйрететін боламын. Әрине видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен біз қамыр елеп аламыз. Ол үшін ұнды саламыз, шекер саламыз және сары майды салып жақсылап араластырып аламыз қолымызбен. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Қамырымызды илеп алғаннан кейін өзіңіз қалаған түсіңізді қолдана аласыз. Мен фиолетовый қолдандым. Жақсылап түстерді араластырып, бір түске келгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай әдемі осындай түске келді. Жұмсақ қамыр болады. Енді пергаменттің ортасына қойып, жақсылап жайып аламыз. Жұп-жұқа болуы керек. Жайып алдық, енді морозильникке салып қоямыз. Енді біз екінші қамырымызды жасаймыз. Ол үшін сүт, су, шекер саламыз және сары май салып, жақсылап қайнағанға дейін араластырып тұрамыз. Біздің массамыз қайнады, енді ұнды салып, тез-тез жақсылап араластырамыз. Мен лопата көмегімен араластырып алдым. Сіздер венчик қолдансаңыздар болады. Жақсылап қамырлары қалып кетпесін, араластырып алыңыздар. Ал енді 3-4 минут суытып аламыз. Біздің қамырымыз суығаннан кейін енді 2 жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқа маған аз болды. Сіздерде де аз болса, 4-5 жұмыртқаға дейін қоса аласыздар. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай қамыр болады. Дәл осындай қамыр болуы керек. Енді мешокқа салып алдым. Сіздерде мешокқа салып алыңыздар. Ал егер де сіздерде мешок жоқ болса, қасық жәрдемімен де жасасаңыздар болады. Енді пергамент салынған листке жақсылап дәл осылай шығарып аламыз. Мен мына жерде айналдырып шығардым, ал сіздер үйтпеңіздер. Бірінші қамырды шығарғандай шығарыңыздар. Енді морозильникте мұздап тұрған қамырымызды алып формалар береміз. Дәл осындай форма беріп, жұп-жұқа етіп, үстінен қойып шығамыз. Енді қызып тұрған духовкамызға 170 градуста 15-20 минут жақсылап пісіріп аламыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Кремге сіздер заварной крем жасасаңыздар да болады. Мен творожный крем жасадым. Творожный сыр, сахарный пудра салып, жақсылап араластырып алғаннан кейін сливка салып, тағы да дәл осылай крем болғанға дейін араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай сондай әдемі крем болып шығады. Бұл печеньеміздің дәмі ерекше болады, өйткені біз мынандай крем салып. Ал сіздер творожный крем жасағыларыңыз келмесе, заварной крем жасап, ортасына салсаңыздар да болады. Енді кремімізді мешокқа салып аламыз. Форманың тысы дәл осындай болу керек, кішкене болу керек. Біздің печеньеларымыз пісіп шықты, көріп тұрғаныңыздай. Енді артқы жағынан формамызды жақсылап кіргізіп, кремдерді шығарып аламыз ішіне.
Ал дәл бізде осындай керемет печенье болды. Түстері де әдемі. Әрине дайындап көріңіз. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз және лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Рахмет.